Özel alıp bakalım. Aldardan karar, dağıstan Yetiştik suraktары. Yetiştik suraktары. Ne oldu, ne istedi, qaytdı. Dұрыс па балалар? Ya. Жақсы. Келесі балабақшаға кім келеді? Екінші топтан, сосын мынау үшінші топтан келеміз. Бірінші топ мүлдем қайсымыз келе алайық? Беріп тұрып дауыстау. Негізгі және көңілді жетістік дегеніміз не? Негізгі және көңілді жетістік дегеніміз не? Айтады. Біз бізде мына жаңа жасалған жетістікті көңілді жетістік деп атайды. Мысалы, оқулық, оқушы, өнер. Жасалған жетістікті туынды жетістік деп атайды. Мысалы, ойлар, ақылдас, ақтар. Келеді, жақсы. Енді тағы бақшамызда шиелер бар екен, е? Екі шие. Келе ғой, кім? Екінші топтан кім шығады? Бақшада өзі? Келе ғой. Оқушыларға қарап дауыстап отыр. Тәуелділік дегеніміз не? Тәуелділік дегеніміз не? Жақсы. Тәуелділігіміз заттың іс-қимылын, іс-әрекетін білдіреді. Зәтесін. Шатаспаймыз. Зәтесін тәуелділік дегеніміз не? Заттың біреуге меншікті екенін білдіретін зәтесінді Кім көмек көрсетеді? Келеді. Отырады. заттың біреуге меншікті екенін білдіретін жалғауларды тәуелді жалғаулар деп атайды. Мысалы, менің өнерім, менің әкем, сенің әжең, оның аты, оның атасы. Тәуелді жалғаулар шақта жекеше және көпке түрде айтылады. Мысалы, сенің досың, сіздің досыңыз, сенің достарың, менің достарым. Келесі бақшамызды Тұрған дыбыстары өзгереді. Мысалы, долы, жүрек, қалақ. Тәуелдік жалған, кейбір сөздердің жазылуы өзгереді. Мысалы, әріп, халық. Яғни ол әрқайсыларын өздерінің ойларын, өздерінің пікірлерін айтып, бірге орындаймыз. Яғни осы бөлімді бастағанда біз бәріміз атақты тұлғаларды есімізге түсіреміз. Енді сол атақты тұлғаларды естерінде қалған, естерінде бар асты жазасында. Естеріне түсіреміз, бір-бірімізге пікірімізді айтамыз. Атақты тұлғаларды жазып шығамыз. Астына. Ақылдас бір-бірімен топтық жұмыс. Жазамыз. Топтан біреулерін құрып, соны оқып бересіңдер. Атақты тұлғалар кімдерді білеміз. Ақылдас. Ержан жазсын қалғандарын білетін атақты тұлғалардың аттарын атаңдар.
жауаппен ақылдас. Al, okuyalım. Абай Құнанбаев 19 Ахмет Байтұрсынұлы, Жұмабай Қарақбай, Роза Бағланова, Шара Жемқұлова. Керемет. Яғни бұл кімдер екен? Атақты тұлғалар. Керемет, жақсы. Келесі топтайды. Екінші топтар. Атақты тұлғалар дегеніміз ақындарды, жазушыларды, әншілерді, бишілерді, батырларды айтады. Керемет, жақсы. Келесі. Бірінші топ. Кім жауап береді? Ахмет Байтұрсынұлы, Ыбырай Алтынсарин, Мағжан Жұмабаев, Жамбыл Жабаев, Абай Құнанбаев, Шәмші Қалдаяқов, Сұлтан Махмұт. Керемет. Бұл кімдер екен? Тұлғалар. Жақсы. Атағы шыққан тұлғалар деп айтады. Жауап береді. Қажымұқан қай медальдарға ие болды дейді? Айша жауап береді. 48 алтын күміс және қола медаль